Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Келіп жеткен ораза айы қабыл болсын, құтты болсын баршаңызға. Бүгінгі ауыз ашарға осындай жеңіл сорпамен жеңіл салат түрін рецептісін мен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Олай болса, енді біз таза ыдысымызға су толтырып, одан кейін етті жақсылап жуып, бісміллә деп қазанымызға салып, үстіне осындай шамалап тұз саламыз. Содан кейін бір қайнағаннан кейін көбігін алып тастайтын боламыз. Мінекей осылайша етімізді 2 сағатта қайнатып аламыз. Бұл жерде ет сиыр еті, жас малдың еті, сондықтан тез піседі. 1,5-2 сағатта етіміз пісетін болады, баяу орташа отта. Мінекей осылайша енді 7-8 картопымызды алдын ала ашып алдым. Содан кейін осылай әдемілеп турадым. Негізі пышақтың көмегімен де турауға болады. Осылай турасаңыздар, тамақтың, яғни сорпаның түрі әдемі болып тұрады. Қазір морковымызды, яғни сәбізімізді дәл осылай турайтын боламын. Бұл жерде мен бір шағын жуа ашып қойдым. Оны қазір осылай турамай салатын боламын. Негізі турап салуға да болады, бірақ бізде балалар жуаны көрсе ысырып жемей қояды. Сондықтан осылай үлкен түрінде саламын сорпаға. Содан кейін әбден піскеннен кейін алып тастаймын. Барлық піскеннен кейін сорпаға дәмі шығып, болғаннан кейін жуамызды алып тастауға болады. Мінекей жуаны салып жатырмын, пиязымызды. Одан кейін морковты салып жатырмын. Енді картопымызды саламын. Содан кейін осылардың барлығы піскенше 20 минуттай қайнатамын орташа отта. Мінекей крышкасын жауып, енді осылай жайлап пісіріп аламыз. Айтпақшы, мен жазда осылай тәтті бұрыш, яғни сладкий перецті қатырып қойған болатынмын. Соны да салып жатырмын. Дәмі шығады, керемет болады. Енді біз осылай жеңіл салатымызды тез жасап жібереміз. Осының арасында мінекей 2 таза ыдысымызды дайындаймыз. Одан кейін мінекей капустамызды ұзынша қылып, жіңішке қылып тураймыз. Содан кейін таза ыдысымызға осыны саламыз. Одан кейін бетіне шамалап қасықтың ұшымен тұз салып, қолдың көмегімен осылай согын шығарамыз, яғни суын согын шығарамыз. Содан кейін бұны кейінге алып қоя тұрамыз. Енді біз қиярымызды тураймыз. 2 жағын алып тастаймыз. Содан кейін ортасынан бөліп, қиғашынан турап аламыз. Мен бұл жерде 2 қияр пайдаландым, және де 1 помидор, яғни қызанақ пайдаландым. Бұл жерде енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қолдансаңыздар болады. Помидор, яғни қызанағымызды осылай артық жерін алып тастап, дәл осылай ортасынан бөліп, қиғашынан турап қосатын боламын қиярымыздың үстіне. Одан кейін жаңағы дайын тұрған капустамызды қосамыз. Укроп немесе бұл жерде, яғни жапырақ қолдануға болады. Мінекей капустаны салдым. Енді үстіне укропты қосамын, және де шамалап тұз салып, дәміне қарай тұз себелеп, қасықтың көмегімен араластырамын. Осымен достар, біздің жеңіл, дәмді, барлық тағаммен қосып жеуге арналған салатымыз дайын болды.
Өте керемет болып шықты. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді бағанағы етімізді, яғни сорпадағы сүйек араласқан етімізді алып, қазір тураймын кубиктеп. Ет әбден пісті. Енді осылайша турап, қазір сорпамыздың бетіне салатын боламын. Негізі сорпа тамақ өте пайдалы, оны барлықтарымыз білеміз. Сондықтан сорпа тамақты жиі жасаған дұрыс. Сорпаны және де жаңа босанған келіншектерге де пайдасы өте зор, және де балаларға да ішкізгенге өте керемет пайдасы. Сондықтан мен жиі жасап тұрамын. Енді осының үстіне етімізді саламыз. Содан кейін тұзын, бұрышын дәміне қарай салып, тағы да бір қайнатып аламыз. Жалпы сұйық тағамның адам ағзасына пайдалы екенін және оны ағза үшін қорытылуы жеңіл екенін айтып жатады. Бірақ оның емдік қасиеттері де мол екенін білуіміз керек. Мінекей осымен біздің сорпамыз дайын болды. Өте жеңіл сорпа, және де оған қоса салатымыз да дайын. Достар, сіздерге менің рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.